Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біз workbookпен жалғастырамыз бүгінгі сабақты. Daily Lives өткендегі сабағымыздың жалғасы workbooktағы 18-ші бетте. Page number 18. So the first exercise, match sentences half 1 and 7 with point A and G деп қойған. Бұл жерде бізде 7 түрлі сөйлемнің нұсқадағымен салыстырып сәйкестендіруіміз керек. Okay, the first answer. My dad starts work at 8 o'clock. B нұсқасы болады. Екінші, I get up at 6:30 in the morning. Яғни D нұсқасы. Үшіншісі, you have lunch at school. A нұсқасы. Кеттік. Төртінші, he finishes work at 5 o'clock. G нұсқасы. Бесінші, she watches TV after school. C нұсқасы. Алтыншы, they do homework in the evening. E нұсқасы. And соңғысы, I go to bed before 9:30. Яғни қай нұсқа? F нұсқасы, я? Окей. Екінші, complete words in the sentences. Біз бұл жерде суретпен жұмыс жасаймыз. Суретке қарап, яғни жаңағы сөздерімізді қолданамыз. Қандай сөздерімізді? Мысалға start, work, get up деген сөзімізді, finishes, have lunch деген сөздерімізді. Окей, бірінші бізде the first. She, бұл жерде суретте жұмыс жасайтын болғандықтан, яғни жұмыс жайындағы сөз болады. She starts work at the office at 9:30. Бұл жерде енді бас әріпті подсказка ретінде беріп қойған екен, өте оңай. Екінші, the second, they have lunch in a cave. The third, he watches TV at home. Сосын бұл жерде мұқият болыңыздар, әрине present simpleға қойып шығасыздар, ауыспалы осы жаққа. Тек қойып қана қоймай. Төртінші бізде бұл жерде I do my homework in my bedroom. Және де бесіншісі бізде бұл жерде he goes to bed at 9 o'clock. Неке осылай болады. Жалғастырамыз. Exercise number 3. Choose the correct answers. Бұл жерде тест түрінде берілген. Таңдаймыз, берілген дайын бұл жерде етістіктерді мағынасына қарай екенбіз. Окей, бірінші бізде my teacher starts work at 7:30. Starts болады, себебі бұл жерде жұмысты бастайды ғой. Goes, gets, watches келмейді. Екінші, they watch TV after dinner. The third, Karen finishes work at about 5 o'clock. A нұсқасы. Төртінші бізде you don't go to bed at 11 o'clock. B нұсқасы болады. Бесіншісі I always do my homework with friends. D нұсқасы. Бесіншісі. Алтыншы she doesn't have lunch in a restaurant. Бұл жерде қай нұсқа? Яғни C нұсқасы болады. Окей, next, exercise number 4. Кесте, берілген кестенің ішіндегі жаңа сөздерді біз бұл жерде рет ретімен қолдануымыз керек. Рет ретімен болғанда бұл жерде екі нәрсе жасауымыз керек. Яғни біріншісін бұл жерде қатар-қатарымен бірінші адам Доминик деп қойған. Доминик ұйқысына тұрғаннан кейін ары қарай қандай іс-әрекет жасалынады, соны ескеруіміз керек. Және де рет ретімен қойып, және де мынау берілген кестенің ішіндегі сөздерді, етістіктерді біз present simpleға қойып шығуымыз керек. Ауыспалы осы жаққа.
кеттік. Бірінші бізде Dominic gets up at 5 o'clock. C нұсқасы болады, иә. Екінші he starts work at 6 o'clock in the morning. Доминик ұйқысынан сағат 5-те тұрғаннан кейін ары қарай A нұсқасы болады. Яғни ол сағат 6-да, азанғы 6-да жұмысын бастап кетеді екен. Үшінші he has lunch with his friends at 12:30. Сағат 12:30-да ол өзінің достарымен ланчтайды. Түскасын ішеді екен. F нұсқасы болады. Ары қарай не істейді ол? Ары қарай he finishes work after lunch. Және де ол ланчтан кейін өзінің жұмысын аяқтайды деп қойған. D нұсқасы болады. Ары қарай 5-те he watches TV in the evening, often a film. Ол кешке қарай теледидар көреді, жиі фильмдерді көреді. Яғни бұл жерде B нұсқасы болады. Ары қарай соңғы іс-әрекеті бұл жерде he goes to bed at 10 o'clock. He is really tired. Яғни E нұсқасы болады. Сағат 10-да ол ұйқыға кетеді екен. Кешкі түнгі 10-да. Ол шаршаған дейді себебі. Окей, and next бұл жерде бізде 5-те соңғы тапсырмамыз complete the text. Сөздерді қойып шығамыз, керекті сөздерді. The first, get up. The second, start. The third will be have lunch. Төртіншісі, finish. The fifth, бесіншісі, watch TV. Алтыншысы, the sixth, do my homework. And the seventh, go to bed. Мінекей осы жауаптары болады. Бұл тапсырмалардың барлығы бір-біріне өте қатты ұқсайды, себебі бір-бірімен байланысы бар. Сөздерді lunch, start, get деген жаңа алдымен бастадық қой, осы сөздермен барлығын осы бір жасаған түсінген адам ары қарай мына тапсырмалардың барлығы оңай болады деп ойлаймын сіздер үшін. Бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақтарды өткізіп алмас үшін міндетті түрде арнама жазылуды сұранамын. Және де келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.